Ассаламу алейкум қыздар. Бүгін сіздермен өте ерекше, сондай жұмсақ, керемет нан жасайтын боламыз. Жоғарыда көрсетілген менің инста парақшам тіркелуді ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге сүтті табаға құйып алып, жылы суымызды құямыз. Май, кішкене дрожь саламыз. Жақсылап араластырып, кішкене шымшым тұзымызды салатын боламыз. Електен ұнымызды өткізіп, ұн саламыз. Жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды жақсы илейміз. Июі қанған қамыр өте әдемі, керемет жұмсақ нан болып шығады. Бетін жауып, көтерілгенше қойып қоямыз. Көтерілген нанымызды табаға орналастырып, қолымыздың көмегімен формасын жасап шығамыз. Дөңгелек пішінге келтіріп алып, жұмыртқаның сарысын алып бетіне жағатын боламыз. Шанышқымен шұқып аламыз, өйткені нанымыз қатты көтерілмеуі керек. Жұмыртқаның тек қана сарысын жағатын боламыз. 200 градуста 30 минутта нанымыз дайын болып шығады. Жұмыртқаның сарысын нанның барлық жерінде тегізіп жағамыз. Тимеген жері ағарып, бір тегіс болып көрінбей қалады. Нанымыздың бетіне, нанның ортасына күнжітті сеуіп шығамыз. Міне нанымыз дайын. Аз болсын, сіздермен болған Хадиша. Міндетті түрде дайындап көріңіз. Бұл рецепті жоғалтып алмас үшін подписаться етіп қойыңды ұмытпаңыз.